Біз осы сабақта Джеймс Клирдің Atomic Habits, қазақша айтқанда атом әдеттер деген кітабынан тағы бір үзінді оқимыз. Сонымен бастадық. Every action requires a certain amount of energy. Әрбір әрекет, action, әрекет дейді, талап етеді, requires, әрбір әрекет талап етеді, нені талап етеді? Amount of energy. Энергияның, дың жалғауын жасайтын предлог. Энергияның мөлшерін. Certain деген белгілі бір мөлшерін. Яғни әрбір әрекет энергияның белгілі бір мөлшерін талап етеді. The more energy required, the less likely it is to occur. Көбірек энергия талап етілсе, онда дейді, мына әдеттің дейді, it is деп әдетті айтып тұр, әдетті нұсқап тұр. Әдеттің пайда болуының ықтималдылығы аз дейді. Less деген аз деп аударылады, ал мына тіркесті жалпы ықтималдылығы аз деп аударсақ болады. Сонымен әдеттің пайда болуының ықтималдылығы аз, егер көп энергия талап етілсе дейді. If your goal is to do 100 push-ups per day, that's a lot of energy. Егер сенің мақсатың, your goal, мақсатың, to do 100 push-ups per day, күніне 100 push-up деген отжимание, қазақша айтсақ, кеудені жерден көтеру, яғни 100 рет отжимание жасау сенің мақсатың болса дейді, that's a lot of energy. Ол деген көп энергия ғой, көп энергияны талап етеді ғой дейді, көп энергия ғой дегені. In the beginning, when you are motivated and excited, you can master the strengths to get started. In the beginning дегені басында дейді, сен дейді, егер мотивация сенде болып тұрса, сондай соны жасаймын деп қуанып тұрсаң, сондай бір талпынып тұрсаң дейді, сондай кезде онда сен master the strengths дегені бар күш жігер деп аударылады. Strengths деген сөз күш жігеріңді жинай аласың дейді. You can master the strengths. Бар бойыңдағы күш жігерді жинап, to get started. Бастап кетуге дейді. Бастап кету деп аударылады. Бастап жаңағы әдетті 100 рет отжимание жасауды бастап кетсең болады. Бүкіл бойыңдағы күш жігерді жинап дейді. Бірақ but деп аударылып тұр. After a few days, such a massive effort feels exhausting. Бірақ бірнеше күннен кейін such a massive effort. Effort деген қазақша талпыныс деп аударсақ болады. Осындай көлемді, ауыр осындай талпыныс, үлкен жұмыс дейді, feels exhausting, шаршатады, саған шаршайтындай сезім береді дейді. Немесе қазақша айтатын болсақ, діңкең етеді дейді. Яғни күніне сен 100 рет отжимание жасайтын болсаң, бірнеше күннен кейін бұл сені шаршатады дейді. Ары қарай сөйлемді жалғастырамыз. Meanwhile, sticking to the habit of doing one push-up per day requires almost no energy to get started. Meanwhile деген, мына IELTS экзамендерінде көп қолданылатын сөз. In the beginning, meanwhile деген сөздер көп қолданылады. Экзамендерде сондай. Қазақша айтқанда, сол уақытта деген деп аударылады. Сол уақытта, сол кезде, sticking to the habit of doing one push-up per day, күніне бір рет қана отжимание жасау дейді, сол әдет дейді. Яғни бір рет қана отжимание жасаудың әдеті, ал sticking to дегені ұстану дегенді білдіреді. Яғни сол әдетті ұстану requires almost no energy, талап етеді. Almost деген аудармасы орысша айтқанда почти деп аударылады, қазақша дерлік деп аударсақ болады. No energy, ешқандай энергия дегенді деп аударылады. Яғни ешқандай дерлік энергияны талап етпейді. Бір ғана отжимание жасау ешқандай энергия талап етпейді дейді. To get started, бастап кету. Жаңағы әдетті бастап кету үшін, яғни түсіндіріп айтатын болсақ, бастап кетуге, сол әдетті бастап кетуге, мына күніне бір ғана отжимание жасау, соны ұстану, ешқандай да энергияны, ешқандай дерлік энергияны талап етпейді деп айтып тұр. And the less energy a habit requires, the more likely it is to occur. Егер және дейді аз энергия
әдет талап етсе, онда ол әдеттің пайда болуының ықтималдылығы көп дейді. Мұнда біз екі рет қайталап кездестірген сөз тіркестері бар. Мысалы, the less likely it is to occur. Осы әдетті нұсқап айтып тұр. It is дегені, ол дегені, оның пайда болуының ықтималдылығы аз деп аударылады. Немесе the more likely it is to occur. Осы екі тіркесті де кездестіріп тұрмыз. Мұнда ықтималдылығы көп дейді, керісінше. Less likely, аз, мұнда көп дейді. Міне осындай тіркестер кездестіріп жатырмыз. Тағы да осыған ұқсас мысалы, the more energy, немесе the less energy. Негізі тікелей аударатын болсақ, мынау көбірек энергия, мынау азырақ энергия деп аударылады. Сонымен біз осы сабақта көптеген сөздер үйрендік. Мысалы, әрекет, action, энергия, energy, amount деген мөлшер, тағы да қандай сөз, a lot of деген көп, motivated, excited деген сенде мотивация бар, сен қуанып тұрсың дегенді білдіреді. Strength деген күш жігер, exhausting деген шаршататын деп аударылады. Тағы қандай сөздер үйрендік. Requires деген талап етеді, goal деген мақсат деген сөздерді үйрендік, және сөз тіркестерін үйрендік, және ағылшын тілінде сөйлемдерінің қалай құрылатынын үйреніп, аудармасымен таныстық.